Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бір тестадан екі түрлі сметаник пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге бейнеде соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқышымызды қосамыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, қолымызбен үгілмелі қамыр жасап аламыз. Барлық ингредиенттерді описание бөлімінен қарай аласыздар. Үгілмелі қамыр жасап алдық. Бөлек ыдысқа 2 дана жұмыртқа салып, содан соң қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осы жұмыртқалы массаны үгілмелі қамырдың үстінен құйып, қолымызбен жақсылап қамыр илейміз, жұмсақ қылып. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан қамырымыз жабыспай, осылай бір-біріне жақсы бірігеді. Өте жұмсақ болып шығады. Песочный тесто, ауызға салса еритіндей пирог. Жасап көріңіздер. Осылай қамырымызды дайындап алдық. Енді ортасынан 2 бөлікке бөліп аламыз теңдей. Көз мөлшерде бөліп алсаңыздар да болады. Және тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, таразыға тартып, 2 бөлік қамырды да теңдей грамм қылып, осылай өлшеп аламыз. Содан соң пакетке салып, уақытша холодильникке салып қоямыз. Сол аралықта біз ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ыдысқа 2 дана жұмыртқа және қантымызды, кукуруз крахмалын және картоп крахмалын алмастырсақ болады, кукурузный крахмалды. Содан соң қаймағымызды саламыз. Қаймақ 20%-дық дүкеннің қаймағы болу қажет. Содан соң ванилин саламыз. Ванилин болмаған жағдайда ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай сұйық масса дайын болды. Енді қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Осындай формамызға пергамент қағазын төсеп, содан соң қамырымызды орналастырамыз. Қамырымызды қолымызбен жақсылап жайып аламыз. Оқтаумен бірінші жайып алсаңыздар да болады. Ыңғайларыңызға қарай жасайсыздар. Мен осылай қолыммен формаға орналастырып шықтым. Қамырды орналастырып алдық. Вилкамен осылай тесіп шығамыз. Сонда биік болып асты көтеріліп кетпейді. Содан соң массамызды құямыз. Осындай сұйық масса болады, қорықпаңыздар. Құрамында крахмал болғандықтан қоюланады. Осындай қара жидекті крахмалға аунатып салып шығамыз. Қара жидек қоспасаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менде тоңазытқышта тұрған қара жидек, сондықтан крахмалға араластырып салып шықтым. Жидек қоспасаңыздар да болады. Осылай жандарын тегістеп шығамыз. Бейнеде көргендеріңіздей формасы әдем болу үшін енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пешкелеріңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Мен 160 градуста 40 минут пісірдім. Енді екінші пирогымызды осылай қолымызбен формаға орналастырып шығамыз. Екінші пирогымыздың аты шоколадты сметаник пирог деп аталады. Алдыңғы этапта жасап кеткендей формаға жақсылап қамырымызды орналастырып шығамыз. Қамырды формаға орналастырып алдық. Шанышқының көмегімен басып шығамыз. Содан соң шоколадты сметаник пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен Қазақстан шоколадын осылай ұсақтап турап аламыз. Сосын кастрюльге ыстық су қайнатып, шоколадты ертіп аламыз. Яғни водяной баняде ертеміз. Немесе микротолқынды пеште ертсеңіздер болады. Содан соң 2 дана жұмыртқаға
қантымызды саламыз. Содан соң жүгері крахмалы, барлық ингредиенттерді қосып аламыз. Какао ұнтағы және 20% қаймағымызды қосамыз. Ванилин қосамыз. Водяной баняда ерітіп алған Қазақстан шоколадымызды қосамыз ең соңында. Содан соң венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осымен шоколадты салмасы дайын болды. Өте дәмі керемет болып үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызға салса еритін шоколадты сметаник пирогы. Менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мен өте қуанышты боламын. Массамыз дайын болды. Алдын ала дайындап алған песочный тестаның үстіне осылай құямыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Енді әсемдік үшін жандарын біркелкі қылып, қолымызбен осылай тегістеп шығамыз. Сонда піскен кезде формасы әдемі болады. Қызып тұрған пеште 160 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай. Қараңыздаршы, өте әдемі пирогымыз дайын болды. Шаймен ішкенге өте керемет. Қазіргі таңда торттың орнына осы пирогты жасасаңыздар өте жеңіл кетеді, және тапсырысқа жасасаңыздар да болады, және қонақ күткенге осылай бірден екеуін жасасаңыздар болады. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.